Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен гүлді қырыққабаттан жасалатын өте бір дәмді салатымызды бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан кез келген ерекше рецептерді қазақ тілінде таба аласыздар. Ең алдымен біз керек заттарды осылай жуып тазалап алатын боламыз. Мен қырыққабатымды осылай ірілеу етіп бөліп аламын және барлығын осылай бөліп ыдысымызға салып, оның үстінен 1 литр суымызды құйып 2 минуттай қайнатамыз. Достар, 2 минуттан асып кетпеуі қажет. Сонда қырыққабаттарымыз қытырлақ болып, өте ерекше болып шығатын болады. Енді мен жаңағы болгарымды ұзындау етіп осылай турап алатын боламыз. Яғни жіңішкелеу ұзындау етіп тураймыз. Енді сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Енді сәбізімізді өткізіп болған соң, мен чесноктарды осылай майдалап алдым. Міне біздің жаңағы көкөністеріміз дайын. Енді оның үстіне жаңағы қайнатқан қырыққабатымды алып, яғни судан алып салып алатын боламын. Енді сол қырыққабатты қайнатқан суымызға біз керекті дәмдеуіштерімізді салып аламыз. Тұз, қара бұрыш салдым, кориандр салдым. Және менде барлығы төменде описанияда жазылған, сол жерден қарасаңыздар болады. Куркума салдым және ащы қызыл бұрыш салдым. Ол өз қалауларыңыз, салмасаңыздар да болады. Және бір ас қасықта мен 70% уксус салдым. Егер сіздерде 9% болатын болса, 8-10 қасық салсаңыздар да болады. Және 5 ас қасықта қантымды салып алдым. Енді газге қойып, бір бұрқырап шыққанша осылай қайнатамыз. Яғни бір бұрқырап шыққан соң газымыздың астын өшіріп, осылай жақсылап араластырып жібереміз. Және жаңағы қырыққабатымыздың үстінен құятын боламыз. Енді табағымызға осылай құйып барлығы батқанша салып аламыз. Енді оның үстінен біз тарелкамен осылай бастырып қоямыз. Және жаңағы суыған соң мұздатқышқа 5-6 сағатқа жібереміз. Достар, қаншалық көп тұрса, соншалықты дәмі өте керемет болады. Міне біздің салатымыз дайын болып шықты достар. Мен суыны төгіп тастадым. Енді ыдысымызға салып алатын боламыз. Өте дәмді керемет болып шықты. Яғни бұл корейский салатымызды міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, осы видеома лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарий арқылы қалдырып кетіңіздер. Салатты өздеріңіздің кез келген көкөністеріңізбен әсемдеп алсаңыздар болады. Сіздерге ас болсын.